Ассалаумағалейкум, ардақты ағайындар, туыс бауырлар. Тыныштықпен атқан, берекемен басталған күннің барлығы жақсы. Бүгін сенбінің осы бір сәтінде, бұрын соңды осы Талдықорған өңірінде болды ма болмады ма білмеймін, қаншама ас басқарып жүрміз. Дәл осындай жөнімен жолы бөлек асты алғаш көріп отырмын өз басым. Бұл не дегенде, Шәкәрім атамыз айтады ғой, бұл ән бұрынғы әннен өзгерек деп. Бұл ас басқа астардан өзгерек, ардақты ағайын. Біз бүгін бір адамның 40 күндігіне, жылдығына, я болмаса 10 жылдығына деп келіп отырған жоқпыз. Бұлай қабылдауларыңызға болады. Осы асты осында отырған әр қайсыларыңыз өзіміз беріп отырмыз деп қабылдаңыздар. Әлбетте, кез келген бір игі шараның осындай ұрпаққа үлгі болатын, ағайын туыстың береке бірлігін, мынау күйбең тірліктің ішінде жүргенде тіпті хал сұрауға жарамай қалатын мынау уақыттың асығыс сәтінде осылай мынандай кең сарайда адамның басын қосу, бұл да бір үлкен бір береке бірліктің жемісі болса керек. Бір адам бастайды, көп болып қостайды, көптің тілеуі көл дейді. Көп бар жерде береке бар. Атамыз оны ағайын тату болса ас көп дейді. Бүгінгі астың ерекшелігі, ардақты ағайын, сөзімнің басында айтқандай, бір атаға, бір апаға емес, мынау іргеміздегі берекесімен бірлігі жарасқан Еркін деген ауылдың азаматтары ұйытқы болып, бүкіл сол ауылдан өмірден өткен қаншама ата-апаларымыз, бауырларымыз, аға жеңге, іні келіндеріміз жас кәрісін түгелдей бүгін бір еске алып, арнайы Құран бағыштамақшы. Біз бұл жерде атын атап, атын мінгізейік деп, мақтап, мадақтап, шапан жабайық деп отырған жоқпыз, бірақ осы бір игі бастаманың басында ұйытқы болып отырған Асқарбек аға, сіздің сөзіңізді қолдап, қуаттап кеткен айналаңыздағы іні бауырларымызға, інілеріңізге Алла разы болсын. Астың соңында аттарын атап бір ауыз рахметімізді білдіреміз. Мінеки, ардақты ағайын, жаңа осы асты әр қайсыларыңыз мен беріп жатырмын деп ниетте болыңыздар деуімнің себебі сол. Өйткені бұл бүкіл бір ауылдан өткен марқұмдарға беріліп жатқан ас. Өлгенше әуреленбе, дүние қуып, артыңа ұрпақ қалдыр, ұлғыз туып, өлгеннен соң тиеді жалғыз мола, қасыңа ешкім келмес жақын жуып дейді. Бәріміздің де баратын жеріміз, кіретін көріміз, ашығын айтқанда. Бірақ өмір онымен бітпейді. Өмірден өткен аруақтарды еске алу, ол тірілердің міндеті, ұрпақтың парызы. Адам қай кезде өледі дейді. Адамның өлгені ол аты аталмай қалған кезде, есімі ескерілмей қалған кезде, тіпті артынан бір ауыз Фатиха мен ықыласы айтатын ұрпағы қалмай алақан жаятын адам қалмаған кезде, ол адамның шын өлгені дейді. Ал мынандай бүкіл бір ауыл жиналып отырып, сол ауылдан өткен үлкен кіші кәрісін түгел еске алып ас беріп жату, сөзімнің басында айтқандай, бұрын соңды осы өңірде болмаған бір керемет ас болып тұр. Ендеше ағайын, Аллах тағала береке бірліктеріңізді, жарасымды тірліктеріңізді ұзағынан сүйіндірсін. Өлі разы болмай, тірі байымайды деген елміз. Өлі қайтсе разы болады. Өлінің разы болуы бүгін мінеки. Бәріңіз бас қосып, жиналып, атын атап, алақан жайып, дұға қылып, Алладан рахым, пайғамбарына шапағат сұрайын деп отырсыздар. Әр уақытта разы қылу деген осы болса керек. Ал тірі қайтсе байиды. Қымбат көлік, зәулімі, көп ақша, ол тірінің байлығы емес. Тірінің байлығы міне осындай
bir-biрлеріңізбен сіз десіп, біз десіп, қандай жағдайда іздесіп жүрсеңіздер, байлық бұдан асқан байлық жоқ екен ардақтағы ағайын. Ендеше әдептен озбайық, көп айтып созбайық. Мынау дастарханды кеңінен бәрі келсе екен деп ниетпен жайды. Бірақ енді кейбір дастарханның бос қалғанына қарап көңіліміз бос болмасын, көңіліміз олқы болмасын. Бәлімізге белгі жағдай, әр сенбі сайын Талдықорғандағы бүкіл мейрамхана бос емес. Барлық жерде ас беріліп жатыр. Жаңа мінере Жаннұрым айтып жатыр, біздің өзіміз үшке бөліндік дейді, үйдегілер. Яғни мұндағы бос дастархандар ол келмей қалды. Ата басқалай бір керек қылмады деген ниет емес. Ол кісілерде басқа себептермен басқа астап отыр қазір. Ендеше ниет, тілек деген нәрсе болады. Ол міндетті түрде санмен сапамен емес, көңілмен білдіретін нәрсе. Олай болса, Қанат имам, енді сіз екеуміз осы асты Талдықорған өңірінде алғаш болып отқан асты сіздесіп біздесіп жүргізейік. Иә, біз той жүргізіп үйреніп қалғанбыз. Ал енді мынау енді шариғаттың жолында шымшық сойса да қасапшы сойсын дейді. Ендеше Алланың атымен басталатын асты арғай өзіңіз мән мағынасын айтып кетіңіз. Бисмилля. Ассаламу алейкум. Қадірменді шаңырақ көтерген уықтай ауыз бірлігі жарасқан қадірменді Еркін ауылының халқы. Аллах тағала ниетімізді қабыл қылсын. Расымен де бір үлкен тарихи сәт болып тұр. Осы уақытқа дейін қанша асқа бардық. Әркім өзіміздің жеке әкемізге, атамызға беріп жатамыз. Бірақ бір ауылдың ауыз бірлігін білдіретін осындай бір керемет шараны оны бірінші рет көріп тұрмын. Аллах тағала біздің ауыз бірлігімізден ажыратпас екен. Қазір Алла нәсіп қылса Құран оқылғанда осы жерден тізім шығады. Сол тізімді қарап отырсам, тең жартысын таниды екем. Бәлки де соның Еркін мешітінде 10 жыл имам болдым. Талайын жаназасын мен шығарған екем ағайын. Әлбетте әлі қазақтың ақиық ақыны Мұқағали айтады ғой. Неменеге жетістің бала батыр, қариялар азайып бара жатыр. Бірі мініп келместің кемесіне, бірі күтіп әнекей жағада тұр дейді. Бірі мініп келместің кемесіне кетіп қалды ағайын. Біріміз күтіп, сол кемені жағада тұрмыз. Ол кеме бәрімізге келеді екен ғой ағайын. Және ол аялдама таңдамайды екен. Қай жерде тұрсақ, уақытымыз келген кезде сол кемеге мініп кете барады екенбіз ғой ағайын. Бұл дүниедегі ең қайырлы нәрсе ауыз бірлік. Әл қазақта айтады ғой, ұрыспай қоштассаң, жыласпай көрісесің дейді. Ауыз бірлікте болуған екен. Осы отырғанымыз мәңгілік емес екенімізді, біздің ауыз бірлігі жарасқан ел екенімізді білдіретін тамаша бір көрініс қой ағайын. Махамбет Өтемісұлының айтқан сөзі бар екен. Кәрісі кімнің жоқ болса, жастары болар диуана. Тіршілігінде сыйласпаған ағайын, құм құйылсын көзіңе өлгенде қайтып жыласпа дейді. Тіршілігінде сыйласпайсың ба, өлген соң жыласпа. Бекершілік екен ағайын. Кетті ғой қаншамасы. Осы тізімді қарап отырсам, анау Абай атамыз, Ауғанбай атамыз, Еш Мұхаммед атамыз, Жәмәли ата, Құдай-ау соның бәрі тарих екен. Кезінде бір дастарханда отырып сол кісілердің қаншама ұлағатты сөзін естідік ағайын. Алла нәсіп қылса, сол дүниеден өткен марқұмдарға бағышталып, 3 Құран хатым түсірілді ағайын. Құран хатым сөзінің мағынасы аяқтау, тамамдау деген сөз. Фатиха сүресінен бастап Нас сүресіне шейін 114 сүре 6666 аят толықтай оқылған кезде хатым деп айтылады ағайын. Марқұмдарға арналып хатым түсірілді. Сол хатымға қазір жол берейік. Хатым бағышталған кезде мына жерде барлық марқұмдардың атын атап отыру мүмкін емес ағайын. Өйткені 1000 адам. Қазір Алла нәсіп қылса экраннан сол кісілердің тізімі шығып отырады. Сол тізім біткенше хатым оқылады ағайын. Жақсы ғой, неге Құран ұзақ оқылды демеңіздер. Өйткені осы отырған ағайын туыс, сіздер мен біздердің дүниеден өткен сол ата-бабаларымыздың аты аталып біткенше Құран хатым оқылады. Сіздер де іштеріңізден дұға жасап отырыңыздар. Және Құран сөзі, Құдай сөзі. Қалталарыңыздағы ұялы телефонды өшіріп қойыңыздар, қадірменді ағайын.
бөгет жасамасын. Осы жерде отырып Құранға қол жайыңыздар. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤكم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم
لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. İlahi amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ya kudret güçlü Allah Tağalam bizleri joktan bar ettin. Және осы әлемдердің ішінде біздерді адам етіп, адамдардың ішінде біздерді мұсылман етіп жаратқаныңа, я Раб, өзіңе сансыз шүкір, сансыз мадақтар болсын. Я Раб, өзіңнің соңғыда сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммедке және оның отбасына, я Раб, өзіңнің игілігімен сәлемің болғай. Я Раб, және де осы өмірден Ла илаха иллаллах Мұхаммадар Расулулла деп кәлиме шахадат айтып осы өмірден бақилық болған, озған, бұрынғы өткен ата-бабаларымыздың, ағайын туысқандарымыздың рухтарына бағышладық. Я Раб, осы хасыл болған сауаптарды осы дүниеден өткен және экрандан шыққан парақты аттары аталған, жазылған мархумдардың түгел барлық мархумдардың рухтарына арнайы бағышладық. Я Раб, осы оқыған Құранның нұрымен осы мархумдардың қабірлерін нұрландырып, жатқан жерлерін жайлы, топырағын торқа, жандарын жәннаттық ете кіргізсін. Я Алла Тағалам, осы мархумдардың
осы өмірде пендешілікпен біліп және білмей жасаған күнәлары болса, Аллахым, өзінің ғафур рахим сифатымен күнәләрін кешіріп, күнәләре кешірілген, тәубалары қабыл болған пенделердің қатарынан еткейсің. Алла тағалам, сондай мархумдарды қиямет күні махшар майданында амал дәптерін оң жағынан шығарып, мизан таразының оң жағын басым етіп, сират көпірден найзағайдай жарқылдап өтіп, өзің жәннетіңа түсетін пенделердің қатарынан еткейсің, я Раббым. Я Раббым, сондай осы мархумдардың артында қалған бала шағаларына, ұрпақтарына, ағайын туысқан құда жекжаттарына, Аллахым, бастарына амандық, дендеріне саулық, жүректеріне хидаят, жұмыс кәсіптеріне Аллахым берекетіңді бере көргейсің. Я Алла тағалам, сондай бүгінгі қасиетті Мәуліт айында оқылған бүгінгі Құран хатымызды, тілеген дұғаларыңызды, ниет ықыластарыңызды қабыл етіп, Алла тағалам сауаптан жасын. Мұна бүгінгі Еркін ауылының тұрғындарының, осы аталарымыздың, апаларымыздың, ауылдастарымыздың беріп жатқан ниеттерін, ықыластарын, Аллахым, сауаптан жазғайсың, я Раббым. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Rabbena atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaben nar bi rahmetike erhamer rahimin. Allahu ekber. Qabul болсын, Алла сауаптан жазсын. Әмин. Алла разы болсын. Алла қабыл қылсын, қадірменді ағайын. Мына қасиетті адамзаттың асылы пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның дүниеге келген Раббиғул ауал айында жайылып жатқан осы дастарханды Аллах тағала қабыл қылсын. Дүниенің төрт бұрышында айтылып жатқан сансыз салауаттарға да Аллах тағала осы марқұмдарды шафағатына бөлесін. Пайғамбарымыздың ақ туының астында болуын Аллах тағала нәсіп етсін, қадірменді ағайын. Үлкен асты әкеле беріңіздер. Алдарыңыздағы дастархан сіздер үшін жайылған, қадірменді ағайын. Мінеки, қадірлі ағайындар, қаншама тізім көз алдарыңызда өтті. Бұлай қарап отырсаңыздар, кейде өлместей, бір-бірімізді көрместей, болмайтын дүниеге араздасып кетіп жатқан елді естіп жатамыз. Бірақ өмірден өтіп кеткеннен кейін барып, өкініп жатамыз тағы да. Сондықтан ардақты ағайын, мынау жаңа көз алдарыңызда өткен 2000-ға жуық тізім мынау өмірдің жалған екендігін, бір күнді бәріміздің басымыздан таудан аунап өткен бұлттай аунай салатындығының айқын дәлелі. Ал қыз жігіттер, тамақ дайын болды дейді, тамаққа барыңыздар. Ендеше баталы ұл арымас, батасыз ұл жарымас дейді. Ендеше ардақты ағайын, біз қашанда жаңбыр мен жер, бата мен ел көгереді деген елдің ұрпағымыз ғой. Мынау жаңа Құранның батасы, дұғасы бөлек. Әзір үлкен ас келеді, асқа да бата сұрап, алақан жайып. Бүгін осы бір бұйырған Алланың жақсы бір сәтін өзінің берекесімен өткізді. Алла нәсіп етсін. Дүние қарап тұрсаң кең бір сарай, тоймайсың қызығына қарай-қарай. Дүниенің қожасы мен болам деген өмірден өткен пенде талай-талай дейді. Жаңағы тізімнің ішінде қаншама ата-апаларымыз, қаншама бауыр, ағаларымыз, жеңгелеріміз, іні қарындастарымыз. Қарап отырсаңыздар, барлығы сол 70-ден асып, 80-ден еңсеріп, 90-ға таман тіреп, 100-ді көріп өмірден өткен жоқ ардақты ағайын. Әр түрлі жаста. Бірі ұзақ ғұмыр кешті, бірі өмір парағын енді ашып жатқанда қайтадан жабыла қалды. Белгілі дүние ғой бәрімізге, осындағы үлкен кіші кәрімізге, біреуге ұзақ, біреуге келте ғұмыр, адамдардың келмейді бәрі 100-ге. Бірақ бәрімізде ұзақ өмір сүргіміз келеді, дүниенің қызығын көргіміз келеді. Алланың алдында, тағдыр тақтасында маңдайымызға жазылған ғұмыр өлшеніп қойған. Дәл осы дастарханға бас қосып отқан ағайын, шүкір қылайық. Ермек ағамыздан бата сұрайын, міне ас келді. Бісміллә. Бата бердім, бақ тіледім, ақ дастархан басына. Қыдыр келсін қасына, Қыдыр ата қияласын, бақыт кеп ұяласын. Бейбітшілік заман болсын, бала шаға аман болсын. Со бала шағаңды көретін шаман болсын.
болсын аман туыстарың, жамандарға жұғыспағын, өсек сөзге еріп кетіп, достарыңнан суыспағын. Біз тілейміз оңласын деп, отырып тұрған халыққа әруақтар қолдасын деп. Бармақтай ғана бақ берсін әрқайсысыңа. Қосылсаңыздар осыған, бісміллә, Аллаху акбар деймін. Әмин, қабыл болсын. Алла жар болсын ағайын. Ашық болсын, аспанымыз адал болсын, астарыңыз, төріміздің сәні қариялар, 100-ге келсін жастарыңыз деп, осында жақсы сәтте сіздерге де Алладан бір ұзақ ғұмыр тілеп қояйық. Мінеки ардақты ағайын, асқада құрмет қылайық, үлкен астың үстінде бірден әңгіме бастамайық дегенмен де қариясы бар ел, қазынасы бар ел дейді. Осындағы қазына кеуде бір 2-3 қариямыздан бата тілегін тыңдай жатармыз. Бірақ енді алдарыңызға келген үлкен ас болды, міне түскі мезгіл, сіздер үшін жайылған дастархан, рызық несібе, біраз көңіліміз жайлансын, аузымыз майлансын, асқазанымызға ел қонсын, соның кейін арғай әңгімемізді жалғастырамыз. Сіздермен бірге жарыса сөйлемейік, тіліміз бар екен деп айта бермейік, әр нәрсені өз жөнімен, уақытымен айтсақ, құлаққа қонымды, көңілге сіңімді болады. Ендеше ас қабыл болсын, алып отырыңыздар ағайындар. Алдарыңыздағы астан алып отырыңыздар, қадірменді ағайын. Алла баршамыздың ниетімізді қабыл қылсын. Дана халқымызда сөз бар. Әкең өлсе де, әкеңнің көзін көрген өлмесін дейді ағайын. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам әрбір бала ата-анасын құрметтесін, сыйласын деп айтқан еді. Сонда ортадан бір жігіт тұрды дейді: ей Алланың елшісі, менің ата-анам дүниеден өтіп кеткен еді. Мен бұл дүниеге құрметтеуге лайық қандай адам бар деп сұрады. Сонда пайғамбарымыз айтты: сенің ата-анаңның туысқандары, жора жолдастары бар ма еді деді. Я, Алланың елшісі, бар еді. Сонда Алланың елшісі айтты: олай болса ата-анаңнан кейінгі ең құрметтеуге лайық адамдар солар деп айтқан еді. Олай болса дүниеден ағайын туысқандарымыз, өткендеріміз бар. Сол кісілердің көзін көрген ортамызда ақсақалдар отыр. Арыстан атамыз отыр ортада. Арыстан аға, өзіңізді ортаға шақырсам. Жаңағы тізімді көрдіңіз ата. Сол тізімде сіз танымайтын адам кем-де-кем шығар. Осы жерде сол кісілердің туған туыс, бала шағалар жиналып отыр. Бір ауыз ізгі ниетімізді білдірем десеңіз, микрофон өзіңіздағы. Рахмет інім. Ассалаумағалейкум, ағайын туған, бауыр қарындастар, апкелер, аналар. Бүгінгі күні жаңа ғана айтылды, өлі риза болмай, тірі баймайды деп. Сондықтан бәріміз отырған мұсылманбыз. Құран оқылды, Құраннан артық ештеңе жоқ. Мына бүгінгі беріп жатқан ас қабыл болсын деген біріншіден. Біздің ата-бабаларымыздың дүниеден өткенде біреуіне ас берілді, біреуіне ас берілмеді. Себебі одан бері талай жыл өтті, талай заман өтті, қиыншылықта болды, жеңілдігі де болды. Соны ұйытқы болып, еркіннің жастары, бізден кейінгі буын, мына аталарына, ағаларына өнегер көрсетіп, ал ағалар, бауырлар, міне біздің жасап жатқан шарамыз осындай. Сіздердің мақұлдарыңызбенен, сіздердің демеулеріңізбенен осындай үлкен ас берсек деп жастар айтып еді. Біз мақұл дедік. Солар жасаған істері мен атап айтпай-ақ қояйын. Кім екенін, оны іштеріңіз сезіп отырған шығар. Бірақ та бұл Еркін ауылының барлығының жұмылып жасалып жатқан үлкен ас. Бұндай ауылды, бұндай ізгі ниетті жасап жүрген бірен саран ауылдар бар шығар. Бірақ та біз осы Жетісу жерінде бірінші болып жасадық деп айталамын. Біздің Еркіннің жастары да, ұлы болсын, қызы болсын,
оқығаны болсын, оқымағаны болсын, барлығы бір баланың, бір атадан, бір әке-шешеден туғандай, барлығы жиналып, осындай ізгі ниет жасап жатыр. Мыңда бір рахмет жастарға. Бұл жасап жатқан келесі ұрпаққа өнеге, келесі ұрпаққа тәлім-тәрбие осындайдан басталады. Мына дастархандағы ас әр үйде молынан болсын. Ата-бабаларымыздың әруағы бәрімізді қорғап жүрсін. Осы отырған келемағандар да бар. Сондықтан айтып барыңыздар. Дастархан жайылды, Құранға қатынастық, аты жөні мына экранда көрсетілді. Бірі кішкене ошибкасы бар шығар, орысша айтқандағы. Бір әріп, екі әріп. Ол мәнде онды емес. Сол ата-бабаларымыздың барлығы жазылды ғой деп есептеңіздер. Еркін үлкен ауыл. Біз бөлінбейміз. Сен қайдан көшіп келдің, ана мына біз. Бірақ та ата-бабаларымыз бәрінің аруағы риза болсын деп, осындай ас беріп жатқан мына жастарға мыңда бір рахмет. Оқылған Құран қабыл болсын. Ниеттеріңіз алдарыңда шықсын. Әкеңе не жазсаң, балаң сенің алдыңа келдіреді дейді. Сондықтан біз әруақтарды, аталарымызды еске алып, келесі ұрпаққа біз жол көрсетіп жатырмыз. Осында бірігіп жүріңдер, бір болыңдар, бөлінбеңдер, бөлінгенде бөрі жейді дейді. Сондықтан аман сау болыңдар, жақсы ниетте, жақсы дастарханда, амандық, саулықта кездесіп тұрайық. Рахмет келгендеріңізге. Әмин Арыстан ағам. Алла сізден разы болсын. Расымен де жасында көрері жоқтың қартайғанда берері жоқ дейді. Жастарға осындай үлгі, өнеге көрсететін қарияларымыз аман болса екен. Алланың елшісі пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде қариялар сендердің берекеттерің деп айтқан. Олай болса, осы отырған қариялар біздердің берекеттеріміз. Сіздер аман болыңыздар. Алла сіздерге қуат берсін. Расымен де тарихта қалатын керемет бір сәт болып тұр. Жастардың тамаша өнеге беретін. Осы іске бастама болған Асқарбек ағам, Алла сізден разы болсын. Алланың елшісі пайғамбарымыз хадисінде былай деп айтады: "Мән дәлла ала хайри фалахум мислу ажри фаилих" дейді. Кімде-кім қандай да бір жақсы іске бастама болатын болса, ол адам соны істегендей сауапқа кенеледі дейді. Және Алланың елшісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады: "Үш адам бар" дейді. Дүниеден өтсе де амал кітабы жабылмайтын. Оның ең біріншісі кім десе, ұстаз дейді ағай. Ұстаз дегеніміз қандай да бір адамдарға жақсылықты жолын көрсеткен болса, қолына қалам ұстап үйреткен болса, дана халқымызда айтады ғой, ұстаның жасаған зат өлмейді, ғалымның хат өлмейді деп. Олай болса, осы жастарға көрсеткен үлгі өнегеңіз өлмейді Асқарбек аға. Енді Алла сізге ұзақ ғұмыр берсін, дүниеден өтсеңіз де артыңыздан осындай ескалап тұратын жастар бар деп сенеміз. Екіншісі кім десе, халықтың игілігіне әрекет жасаған адам дейді. Жол салған, көпір салған, мектеп салған, аурухана салған. Бұл адамда дүниеден өткен болса, жасаған затын басқалар пайдаланған сайын марқұмға жақсылықтар жазылып тұрады дейді ағайын. Үшіншісі кім десе, артынан дұға жасайтын, игі ұрпақ қалдырған адам дейді. Ол мына отырған сіздер қадірменді ағайын. Сол марқұмдарды еске алып, бір кішкентай тиын тебен шығарған шығарсыздар, бірақ Аллах тағала қасиетті Құран-ы Кәрімде былай деп айтады: "Олардың Алла жолында жұмсаған мал мүліктері" дейді, "әр басында 100 дәні бар 7 масақ тәрізді иесіне қайтарылады" деген ғой. Олай болса, сол марқұмдарды еске алу үшін шығарған бір кішкентай тиын тебен мал мүліктеріңіз болса, Аллах тағала 100 есе, 700 есе қып Құранда өзі уәде еткендей сіздерге қайтаруды нәсіп етсін қадірменді ағайын. Және қадірменді ағайын, онда Жалпы қазақ дін мен дәстүрді қатар ұстаған ел ғой. Қақа, енді сіз шариғаттан арасында осындай санамызға әдемі насихат жіберіп отырсаңыз, мен де ата-бабамыздан келген дәстүрімізді жалғастыра отырайық. Ардақты ағайын, қазақта не бір ас болған, соның бірі құлагерді
Батыраштың балтасымен құрбандыққа шалған сағынайдың асы деген білесіздер. Атамыз қазақ өмірден өткен ата бабасын еске алғанда бәйгесінде берген, ақынында айтыстырған, көкпарында тартқан, балуанда күрестірген. Ол өлімді тоймен еске алу емес, ардақты ағайын. Сол бабаларымыздың аманаттап кеткен жерінде бейбітте берекелі өмір сүріп атқанымыздың бір мысалы. Бүгін біз мұнда тек қана ашып, аяқ босатып кетейін деп келген жоқпыз, ардақты ағайын. Біраз аузымыз майланып, көңіліміз жайланып, ішке ел қонса, бір насихат термеге де көңіл бөле отырайық. Қазақ жалпы домбыраны көңіл көтеретін аспап ретінде емес, домбыраны көңіл көтерілі ой салатын сөздің бір қазынасы ретінде дәстүрлі аспабына, ұлттық мұрасына айналдырған. Ендеше бейбіт бауырымызды арнайы осы асқа шақырып отырмыз. Жетісу жерінің жезтаңдай бұлбұл көмей әншісі. Ал енді бейбіт сахна сіздігі ел көрсін, мына төрге шығыңыз. Біздің өзіміздің Жетісудың ұлы, Жетісудың руханиятында еңбек етіп, абыройымыз асқақтап жүрген балаларыңыздың бірі. Ендеше бейбіттің тамаша бір термесіне құлақ түрейік. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Бүгінгі беріп жатқан, ас оқылып жатқан, бағышталып жатқан Құран қатым барлығы қабыл болсын. Бақилық болған жандардың жандары жәннатта, тәндері рахатта болсын. Қайыпназар ақынның ал бір мақал айтайын деген тамаша бір туындысын, термесін орындап берейін. Дәмнен алып, термеден рухани ем алып отырыңыздар, ардақты ағайын. Аштық бірдеген Ақбалың сәл ассадай Санасып көппен жүрдіген Пайда бір бермес басың ай көкірек кернеп сөйдеген Пайда бір бермес басың ай көкірек кернеп сөйдеген Басыңа түсі естіген Жалғыздық көріп жалығар қадырың көптің білмеген Ада байлап сөйлей аузыңай Дұшпанның бір айтылдеген Өзіңе жеңіл болған мен өзгеге ауыр зілдеген Өзіңе жеңіл болған мен өзгеге ауыр зілдеген Арақат қамаланы кімдер бір дәурені сүрмеген Сүлеймен пайғамбар аст үстін жердің билеген Рүстем дастан әлішер күрескені жауай күйреген Солардан ғанай кім қалдай ажалдың оғай теймеген Солардан ғана кім қалдай ажалдың оғай теймеген Сөзбенен ерді қаңғыртпай Адамның
тамырдай қылып илеген, жүйрікке тұмар деген сөз ұрыншақ найзай түреген. Ескі сарай бұл дүния кімдер бір келіп кетпеген. Ескі сарай бұл дүния кімдер бір келіп кетпеген. Термемді жұптап жіберейін, ардақты ағайын. Қайыпназар ақынның тағы бір термесі бар, адамның бір қызығы бала деген. Адамның бір қызығы айқы, бала деген. Баланы әуел пештейдай ана деген. Қармыштап қу дүния жинаған мен бір күні артта шіркін, қала деген. Бір күн артта шіркін қалады екен, қармыштап қу дүния жинаған мен бір күн артта шіркін қалады екен. Бір күн артта шіркін қалады екен. Байды өткен, патшаны өткен айқы, батырды өткен. Өмірдің ең түбіне өлім жеткен. Қашанғы өлмейміз деп шаттанамыз, өлмесі ата бабам қайда кеткен. Өлмесі ата бабам қайда кеткен. Қашанғы өлмейміз деп шаттанамыз, өлмесі ата бабам қайда кеткен. Өлмесі ата бабам қайда кеткен. Өлімнен құтылмассың айқы, қашсаң дағы. Әкеңнен арыстандай ассаң дағы. Алладан шынымен жарлық келсе, жұлдызда жерге түсер аспандағы. Жұлдыздау жерге түсер аспандағы. Алладан шынымен жарлық келсе, жұлдыздау жерге түсер аспандағы. Жұлдыздау жерге түсер аспандағы. Қартайса жақсы адам айқы, дана болылар. Қосылған жеті өзеннің сағасынадай. Қартайса жаман адам заржақ болар. Ағаштың жәмбай қалған шаласындай. Ағаштың жәмбай қалған шаласындай. Қартайса жаман адам заржақ болар. Ағаштың жәмбай қалған шаласындай.
ағаштың жанбай қалған шаласындай мен. Көп рахмет, Алла разы болсын. Енді бұл қол соғып қошеметтеп жіберетін орын емес, бұл ас. Сондықтан бәрекелді деп іштей бейбіт бауырымызға рахметімізді білдірейік. Атадан қалған асыл сөздің барлығы шынымен де өнеге өсиет. Мына дүниенің жалған екенін Бұхар атамыз айтады ғой. Әлемді түгел көрсе де, алтын үйге енсе де, аспанды түгел аралап, ай нұрын ұстап мінсе де, қызыққа тоймас адамзат дейді. Сол қызыл жасыл дүниені қуып жүрген кезде өмірдің өтіп кеткенін байқамай қалады екенбіз. Артымызда не қалды? Алдымызға не алып барамыз дегенді ойланбай қалады екенбіз. Ендеше ардақтағы ағайын, осындай асқа келгенде өмірден өткендерді еске алып жатқан кезде мына дүниенің жалған екенін бір сәт санамызға тоқып қояйық. Мұқағали ақын айтады: мен қарапайым қарттарды сүйем. Не деген керім еді, не біледі осы жұрт, не біледі. Бабалардың баласы қариялар сиреп бара жатқандай көрінеді дейді. Шынымен де өз басым осы Талдықорғанда еркінді жақсы білгелі 20 жылдай болды. Жаңа Қанат имам айтқандай 20 жылдың ішінде мен де еркіннің біраз ақсақалдардың алдында бата алдық, біразының қызметінде болдық. Сол кісілердің біразы шынымен де қазір бақилық. Дегенмен де сол қатары сиреп бара жатқан қариялар, қазынары аман болсын деп, осы ақсақалдарымыздың атынан Тортаяға өзіңізге бір микрофон ұсынайық. Бүгінгі мынау ауылдың береке бірлігі, ынтымақ тірлігі қандай бір үлгі алатын дүние болып жатыр. Сонда бір баталы тілегіңізді айтып қойыңыз. Құрметті ағайын, міне бүгін бір тарихи күн. Анау аталарымызды, сонау о дүниеге өтіп кеткен аналарымызды, бауырларымызды еске алып, Құран хатым аударып, енді бүгін бұл өмірде тарихты бағаламасаң, кейінгі ұрпақтармен екі ортадағы түп тамыр үзіледі. Бүгін енді сондай мына ұрпақтары өзінің аталарына, ана Асқарбек бауырымыз бастап, ұйытқы болып, осындай ас беріп отырмыз, қабыл болсын. Енді біз кейінгі ұрпақ, бізден кейінгі ұрпақ, осы аталарымыздың істеген ісі, еңбегі, солардың сіздерді өмірге әкелгендігін ойға алып, әрқашанда құрмет тұтайық. Біз өзі қазақ халқы мына аруақтарды қатты сыйлаған халықпыз. Осымыздан таймайық. Біздің мына жастармен, осы кейінгі ұрпақтармен біздің арамыздағы байланыс үзілмесін әрқашанда. Біздің өзімізде үлкенді сыйлау біздің қазақ атамыздан қалған. Осы алдымызда жас кезімізде үлкендер кездессе жол беріп, олардың алдында көлденең өтпейтін. Сондай қазақтың ұлдарымыз бәрімізде. Осыдан таймайық ағайын. Осындайда бас қосқанда бір-бірімізді сыйлап жүрейік. Осындайда міне бір дастарханда отырған ағайын бәріміз аман болайық. Ертеңгі бізден кейінгі, сіздерден кейінгі ұрпақтар өсе берсін. Солардың тәлім тәрбие бізден ала берсін. Осы отырған міне бір ай бойы мына жерде Омар молда бастаған хатымхана Құран аударып, міне жаңа көрдіңіздер, бүкіл ауылды аталарымыздың аты жөніне Құран аударған. Сіздерге көп рахмет. Сіздер бала-шағаларыңыз қызығын көріңіздер. Әрқашанда тек қана жақсылықта, қуанышта кездесейік. Рахмет. Мінеки ардақты ағайын, Қаратал өзенін жайлаған, береке мен бірліктің бастауына айналған Еркін деген әдемі ауыл бар. Бір кездегі Еркін ауылының бүгінгі бағыт бағдары бөлек.
Biraz ülkönderimiz мәңгілік мекенге көшіп кетсе, сол көшкен елдің орнын тағы да алыс жақыннан көшіп келген ағайын толтырды. Бірақ сол еркіннің сол береке бірлігі әлі жалғасып келе жатыр. Бүгінгі куә болып отқан дастархан соның нәтижесі. Қариялар сарқылмас қазыналар, тарихымыздың өшірмей жазып алар. Қолдан келсе, қарттарды ардақтайық, асылдың сынығы ғой қазылар олар дейді. Бүгін мінекей төріміздің мәні, өміріміздің сәні, көңіліміздің әні болып, ақсақалдарымыз, үлкендеріміз төрде отыр. Баталарыңыз қабыл болсын. Батамен көгерген елге айтқан дұға тілектеріңіз Алла қабыл етсін. Темірханаға микрофонды өзіңізге берейін. Енді осы қариялардың атынан, осы туған еркін ауылының, ел жұртының осы береке бірлігіне бір тілек ниетіңізді білдіріп қойыңыз аға. Рахмет. Құрметті қалайық, бүгін мінекей біздің еркіннің жігіттері осындай кереметтей іс атқарып жатыр. Баяғы уақытта жаңағы кім басқарып жүрген жәкеңдер айтып кеткендей, Сағынайдың асы, Пәленшенің асы деген үлкен-үлкен 300-ді жинап, кереметтей ас беріп, құрмет жасаған өткендерге. Соның жалғасы деп білемін. Міне бүгін осы жерде 300-дің балалары отыр. Оны ешқандай бөліп жарып, ешқандай бөлінген жоқ. Және соның барлығын бірдей дастарханға шақырып, ықыластарын алып отыр. Ол ықыластарын алып отырған жігіттердің бастысы, осы ұйымдастырушының авторы Асқарбек. Шойбек ағаның баласы Асқарбек. Және оның жанынан бұрыннан осындай жақсы іске араласып, ықтимал жасап, жақсы бір өнеге көрсетіп жүрген жанында інілері бар. Ол енді жаңғыз оның қолынан келе бермейді ғой. Сондықтан құрметті ағайындар, жаңағы Асқарбек бастаған інілері бар. Ауылдың жігіттері біздің өсіп келе жатқан, өнеге алатын, сондай керемет ұрпақтар бар. Құрметті ағайындар, сондықтан Алладан қайтсын деп айтамыз. Асқарбек кереметтей бұрынғы айтып кеткен жаңағы Қобыланды ма, Наурызбай ма, Бөгенбай ма, және де басқа нелер батырлар болған, Сырым, енді сол сияқты көп. Сондықтан құрметті ағайындар, сондай қызмет атқарып жатқан, өзінің несіне қарамай осындай еңбек жасап жатыр. Сондықтан мен Асқарбек бастаған жаңағы біздің жігіттерге, ауылдың, Алладан рахым тілеймін. Солардың бала-шағалары аман есен, өздері кереметтей болсын. Солардың балаларының қызығын көрсін. Сол ұрпақтары әкесі бастап кеткен осындай жақсы істердің куәсі болсын. Құрметті ағайындар, өлге иман берсін, тірге береке бірлік берсін. Барлықтарыңыз аман есен болыңыздар, риза болыңыздар. Алла бүгінгі осы жігіттердің жасап жатқан еркіннің ұлдарының құрметіне отырғандарыңыз осының барлығы қабыл болсын. Үлкен рахмет. Амин, айтқандарыңыз келсін, Құдай тілеулеріңізді берсін. Еркіннің осындай ынтымақты ырысты ел екенін бүкіл Талдықорған жұрты көрсін ағайын. Жақсылықты жариялайық. Міне аталарымыз ақ тілектерін, баталарын арнап жатыр, бәрі қабыл болсын. Ал енді ардақты ағайын, маған осында бір азаматтар айтып жатыр, бейбіт бауырымыз, анау Мейрамбек Беспаевтың орындауындағы туған жер деген тамаша әнді орындап берсе, бүгін мынау еркін қаланың іргесінде болғанымен де, ол да біздің туған жеріміз, туған ауылымыз жайлы мақтанып отырайық деген ниетін білдіріп жатыр.
бейбіт қайда екен, бейбіт сыртқа шығып кетті ма? Айтылған дұға тілектер қабыл болсын. Міне дәм бұйырған ағайындар келді. Жүгірген жетпейді, бұйырған кетпейді дейді. Осы келген деген қадамдарыңызға Алла сауаптан жазсын. Абай атамыз айтады ғой, адамзат бүгін адам, ертең топырақ, бүгін жалтылдап алдар бірақ. Ертең өзің қайдасың білемісің, өлмек үшін туғансың ойланшырақ дейді. Қадырлағайын бәрімізді өтеміз. Бәрімізде бұл дүниенің қонағымыз. Жаңа сөздің басында қанат имам айтқандай, әрқайсымыздың аялдамамызға кемеміз келгенде, мінемізде өтедінде кетеді екенбіз. Ендеше осы бір туған жерге туын тіккен азаматтарға Алла разы болсын. Ағаларымызға осы дастарханы жаюға себепкер болған, жұдырықтай жұмылып, береке бірлігін көрсеткен бауырларымызға Алла разы болсын. Туған жердің түтінін түзу шығаруға осындай азаматтардың ықпалы болып жатыр. Бүгін біз шынымен де Еркін деген үлкен ауылдың бір шаңырақтың астында, бір ошақтың отында жылынып отырғандай бір әдемі сезімін бастан кешіп отырмыз. Ендеше бейбіт, сізде мынау біраз жігіттер маған айтып жатыр. Сіздің мынау ютубтан көріп қалыпты. Туған жер Бейнарбек Бесбаевтың орындайтын. Біз де сол еркінімізді мақтанып, еркініміз деп шаттанып отырайық. Туған жерді орындап берсе дейді. Еркін ауылының азаматтарының сұрауы бойынша туған жер туралы Алтынбек Қоразбаев ағамыздың тамаша әнін тарту етейін, қабыл алыңыздар, ардақты ағайын. Туған жердің ауыл азаматтарының ауыз бірлігі ажырамасын. Манау менің туып өскен жерім бе, манау менің сан жүгірген менім бе. Манау менің алқарыстай туысқан, аспаралы асқаралы елім бе. Манау менің алқарыстай туысқан, аспаралы асқаралы елім бе. Шынымен ақ кеткенім беу, қалықтап жас балаша тұрмын бәлдей шалықтап. Көз алдымнан мұнарлайдай ыстық жас, қарайыншы тағы да бір анықтап. Көз алдымнан мұнарлайдай ыстық жас, қарайыншы тағы да бір анықтап. Көрген сайын көңіл кірау аршылар, әркімнің ақ туған жер ой бар шығар. Бірақ маған сенсіз әлем тар шығар, сағынышым ыстық жас болып тамшылар. Бірақ маған сенсіз әлем тар шығар, сағынышым ыстық жас болып тамшылар. Жерім сағынышым сарғайған, құстай ұшып келем саған шалғайдан. Жібек желің еркелетіп елетіп,
жылы деппен сүйіп жатыр маңдайдан, жібек желің еркелетіп елетіп, жылы деппен сүйіп жатыр маңдайдан. Жапырлау жасыл желек құрағың, жарқының мен сыңғырлайды ой бұлағың. Қасиетіңнен айналдым ай туған жер, көк майсаңды құшақтай кеп құладым. Қасиетіңнен айналдым ай туған жер, көк майсаңдай құшақтай кеп құладым. Ардақты ағайын, қазақта жақсы сөз бар ғой. Алыпта, алғырда, патшада, пайғамбарда анадан туылған. Сол ақжаулықты аналардың құрметіне сағындым ана деген Тоқтар Серіков аға бауырымыздың бақилық болған анасына арнаған осы тамаша туындыны орындап берейін. Ақжаулықты аналардың құрметіне. Сөздерің неткен жаныма жайлы саялай, өзіңдей кімдер қошағын маған жаябау, жалғандау сендей жанашыр адам бар мекен. Айналдым ана алақаныңнан аялай, өзіңнен анай құлының бүгін шалғай жүр. Балалық әдет баяғы менен қалмай жүр. Анау шайыңды күрең тәп-тәттей, қолыңнан ішпей шөдімде менің қанбай жүр. Мен үшін қымбат аяулана есімің, мен үшін құндай иелген талдан бесігің. Қатем көп болса анашым мені кешіргін, сен кешпей ана ашпайды жұмақ есігін. Өзіңнен анай құлының бүгін шалғай жүр. Балалық әдет баяғы менен қалмай жүр.
ішпей, қолыңнан ішпей, шөдімде менің қанбай жүр. Қолыңнан ішпей, шөдімде менің қанбай жүр. Аналарымыз аман болсындар. Рахмет, айналайын бейбіт бауырым. Қашанда халықтың алдында осылай жарқырап жүре беріңіз. Құрметті ағайын, абай атамыз айтады ғой, құлақтан кіріп ойдалар, әсем ән мен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең менше сүй дейді. Олай болса бүгін бейбіт бауырымыз көңілімізге түрлі ой салар, өлең болса да үлкен бір насихат айтылды осы жерде. Анаға құрмет, алдында бір өлеңінде дұшпанның бірі тіл деген, өзіңе жеңіл болғанмен өзгеге ауыр зіл деген. Қандай керемет сөз ағайын. Расымен де өзімізге кейде жеңіл болғанмен өзгеге ауыр зіл екенін білмей, бәлки де бір ауыр сөздер айтып қалармыз ағайын. Бірақ сол үшінде өкініп қалатынымыз бар. Неге? Өйткені 10 күнәнің 9-ы тілден емес пе? Байқайсыз ба ағайын? Бір минутқа тынышталасыздар ма? Осы Еркін мешітінде 10 жыл имам болдым. Мен жаңағы тізімдегі адамдардың жоқ дегенде 20-30% жаназасын шығарған шығармын ағайын. Сол жаназа шығарып болған кезде байқайсыздар ма, имам артына қарайды да, мына адам тіршілігінде қандай адам деп сұрайды. Жиналған қауым не деуші еді? Жақсы адам дейді әлбетте. Жақсы адам, жақсы адам. Бірақ біз байқайсыз ба, кейде өлгенді айтамыз ағайын. Жақсы адам деп. Біз тіршілігімізде осы отырған қаншауымыз бір-бірімізге сен жақсы адамсың деп айтып көрдік ағайын. Қаншауымыз айттық тіршілігімізде. Бәлки біз бір-біріміздің өлгенімізді күтіп жүрген шығармыз. Сен өл, одан кейін мен саған жақсы адам деп айтамын. Соған келеді оның арты. Қазақта айтады, қазақтың өлгеніне, Абай атамыз айтады, қазақтың өлгенінің жаманы жоқ, тірісінің өсектен аманы жоқ дейді. Тіршілігімізде бәріміз бір-бірімізге қатты сөз айтармыз, бір-бірімізді жек көрерміз. Бірақ өсекке қисақта өлімге қимайтын халықпыз ғой. Олай болса бір-бірімізге жақсы сөз айтайық, қадірменді ағайын. Және жаназа шығарып болғаннан кейін имам артына қарайттағы, мына адам сіздерге тіршілігінде қатты айтқан жері болған болса, хаққысы болса кешіресіздер ме деп сұрайды. Жиналған қауым не деуші еді? Кешіреміз дейді әлбетте. Ақыры кешіреді екенбіз. Неменеге бір-біріміздің өлгенімізді күтеміз ағайын? Тіршілігімізде кешіре салмаймыз ба бір-бірімізді? Солай емес пе? Не үшін біз бір-біріміздің өлігімізді күтуіміз керек? Тіршілігімізді айтайық ағайын. Сен жақсы адамсың. Тіршілігімізді айтайық. Мен сені жақсы көрем. Мен сені кешірдім. Дана халқымызда айтады, жау кеткен соң қылышыңды тасқа шап дейді. Өлгеннен кейін 1000 рет айтсаң да, одан ешқандай пайда жоқ, қадірменді ағайын. Тіршілігімізде бір-бірімізді кешіріп жүрейік, жақсы көріп жүрейік, қадірменді ағайын. Ертең біздің артымыздан ас берілетін уақыт келеді, егер беретін бала бар болса. Дана халқымызда, Құдайым бала бер, бала берсең сана бер, сана бермесең ондай баланы Құдайым ала бер дейді. Егер де сіздің артыңыздан ас беретін бала болса, егер де еске алатын бала болса, олай болса қадірменді ағайын, тіршілігімізде бір-бірімізді жақсы көрейік, сыйлайық, құрметтейік ағайын. Бұл дастархан тек қана жақсылық, тойға, қуанышқа жайылсын. Осы жақсы іске бастама болып отырған, дастарханның жайылуына себеп болып, еркін халқының ауызбірлігін, жарасқанын көрсетіп, ұлағатты ұлт қылығын көрсетіп отырған Асқарбек аға, өзіңізді ортаға шақырсам аға. Осы Исатай басшы, мен қосшы, Махамбет бабамыздың айтқандай өзіңіз бастап, қасыңыздағы жігіттер қоштап, әлбетте төрде отырған қарияларымыздың баршасы батасын берді ғой. Қашанда бір істің алдыға жүру үшін бір басшы, оған 1000 қосшы қажет екен. Олай болса, осы жақсы істі бастап, дастархан жайып, халықтың басын қосқан Асқарбек аға, өзіңізге микрофон ұсынсам. Мына халық бір ауыз сөзіңізді жерге қалтырмай, 4 көзі түгел осы дастархан басына жиылды. Осы халыққа бір ауыз рахметімді айтам десеңіз, микрофонды өзіңізге ұсынам аға. Ал ағайын, туыс бауырлар, інілер, аналарымды көрген, әкелерімізді көрген өшірде отыр.
Мына іс бұл енді сағыныш. Өзегімді өртеп кетті сағыныш. Ары жаттым, бері жаттым. Мен өйткені бақилық болып кеткен кісілердің талай маған ақылын айтып, талай тәрбиелеп кеткен бұл ақсақалдар, апаларымыз, шешелеріміз, аналарымыз. Сол жатқан кісілердің жерлері жайлы болып, топырақтар торқа болсын. Соны ары ойлап, бері ойлап, осы ас жасамаймыз. Жастар қазір мына қатым құрам дегенде не екенін білмей жатыр. Соны көрсінші жастар. Ертең үлгі болсыншы, артымыздан беретін осы Құран бағыштатсыншы деген ой. Бұл әруақ риза болмай, тірі байымайды дейді. Сондықтан аталарым жатқан жерлер жайлы болсын бәрлеріңіздің. Осы бәрлеріңіз осы жерде келген бәрі бөтен емес, бәрлеріңізді жақсы көрем. Бірі інім болсаңыздар, бірі қарындасым болсаңыздар, бірі әпкем, шешелерімдей көрем сіздер бәрлеріңізді. Еркінде қандай азамат кісілер кетіп қалды бұл өмірден. Әмет аға, осы айта берсе, бәрі шықты ғой жаңа списоктен. Абай ағамыз, мысалы, Жирана, қандай керемет кісілер болды. Ауыл бастаған. Қазір айта берсе, ол уақыт созылып кетеді. Сондықтан ағайын туыстар бөлінбейік. Әрқашанда бір әке, бір шешенің баласындай ауыз бірлікті болайық. Бірлік бар жерде тірлік бар дейді. Мені мінерде қоштап кетті. Мен өзім сол ары бері ойлап, соны сыртқа шығардым сағынышты. Содан ақсақалдармен келсем ба деп, одан інілерімді звондадым. Інілерімді звондадым. Бағлан ініме звондадым. Жұмашұлы. Мына Ермек Нақат ағамыздың ұлы. Соларға бірінші звондап ақылдасып ем. Мынандай сағыныш болып жатыр деп, ертеңіне жетіп кепті жаңа Ермегінім. Көзіме жас бұрқата қалды тағы да. Алла разы болсын інілеріме. Мен де айттым ғой, артымда жүрген қоштайтын інілерім бар екен ғой, сағыныштар бар екен ғой деп, осындай шараға аталарымызды, бабаларымызды бір қатым Құран сүрейік деп, соған жиналып отырған неміз бар енді. Сіздерге көп рахмет, осындай уақыт кетіріп, уақыттарыңызды бөліп, әкелеріңіздің, мен мына бәрлеріңіздің мына список тұрғанның бәріне жаңағы бәріміздің общий еркін бірігіп жасадық деп ойлаңыздар бәріміз. Енді жаңағы қатым Құрандық ақша алмайым деп шешкен мен. Сондықтан біреу береді, біреу бермейді, ертең реніш болады ғой дейді. Бұл тірі адам жаңағы Қанат інім айтпақшы айтып кетті ғой, тірі кезде кешірімді болу керек деп. Тек қана өлгенде емес. Сондықтан жаңағы жашып қояйық деді, оны да керек емес дедім, ертең имамдарды сөз қылып кететін шығар. Мынау ақша жинау үшін жасап отырма деген сөз болып қалады кейбіреулерінде. Енді мына кейбір жастар қатым Құран не екенін білмей отқаннан кейін ол ана жашықты көрсе тағы да сондай сөз болып кете ме деп уайымдадым. Сондықтан нетпеңіздер, жаңағы жиналған садақаларыңызды осы ресторанға берілді, малға берілді деген сияқты. Енді қалып атса, қазір өзіміз 3-4-5-6 жігіт қалып, артынан маған берген ақшаларын жазбағаным сол, шешіп, қанша қалды ақша, соның бәрін жетім жесірлерге ма, жоқ жаңағы нелерге береміз ба, дигдон балаларына береміз ба, оны жаңа ортада отырып шешеміз бұйырса, артынан қалып. Ал енді бұл айтады ғой, қазір біреудің дейді, 10 сом тұрмақ, 1 сомын алсаң дейді, ақыретте бірінші миллион қып қайтарады екен. Сондықтан ақыретті әрқашанда ойлап жүрейік ағайын туыстар, артық кетпейік, біреуге жаманшылық ойламайық, тек қана жақсылық ойлайық. Бәріміздің үйімізде қуаныш болсын, бақытты болсын балалар өсіп бара жатқан. Мына еркінім ай, мына еркіннің жігіттері ай, еркіннің қыздары ай деген сондай жақсы өсиет алып жүрейік халықтан. Амин. Жатқан жерлер жайлы болып, топырақтар торқа болсын, ата бабаларымыздың. Аллаху акбар. Османхан Әубәкіров ағамыздың әдемі өлеңі бар. Сөзіңе сүйінемін балдай тәтті, өзіңе сүйінемін жандай жақсы.
Еллердің ағасы бар, жағасы бар, алдыңда ағаң болған қандай жақсы дейді. Мынау еркіннің азаматтары, осындай ағаларыңыз бар, қандай жақсы. Асқарбек ағамда күні кеше тепсе темір үзетін, еркін үшін тік тұрған азаматтың бірі еді. Тағдырдың сынағы арбаға отырғызғанымен бұл кісі сынған жоқ. Өзінің адал еңбегімен ошақтың ұштағандай мінеки перзенттерін өсірді. Құдайға шүкір, барлығы да Алласын таныған, Аллаға басын иген, маңдайға сәждесін тиген, әке мен ананы құрметтеудің үлгісі болып келе жатқан біздің інілеріміз. Мінеки Алланың берген берекеті осы аға. Бүгінгі игі бастамаға ұйытқы болсаңыз, осының барлығы сауабы әулетіңізге болсын, дәулетіңіз тасысын, асыңызды адалынан қылсын, басыңызды аман қылсын. Осы жақсылықтың астында қашанда көшбасшы болып жүре беріңіз. Шынымен де үлгі алатын дүние. Мен өзім Албанның баласым ағайын. 600 шақырым Хантаңырдың етегінде Райымбек батырдың мекенінде туғанмын. Бірақ 25 жылдан бері осы Талдықорғандамын. Қазақтың жері, қазақтың төрі. Бірақ бүгінгі асын өткенде Асқарбек ағам шақырып ақылдасқанда бәріне мақұл деп отырған, мен іштей ойлап отырдым, қалай болады екен деп. Сөйтсем бұл шынымен бір керемет, айранда үйіған бірлікті көрсететін дүние екен. Мен ойлап отырмын, ойлана келіп, бұйырса өзіміздің де ауылдың азаматтардың шарты бар. WhatsApp деген жақсы болды ғой. Тура осы асты өзімнің туған ауылында осы алдағы уақыттарда жасауға, мұрындық болуға өзім сондай ойлап отырмын. Мінеки ардақты ағайын, мен үлгі алдым бүгін. Мен сабақ алдым. Сол сияқты бәрімізде үлгілі істі жалғастыруға, мұрындық болуға қашанда асығайық. Адам ұрпағымен мың жасайды дейді. Ол ұрпақ қандай ұрпақ? Маңыздысы осы. Осыдан бір апта бұрын, мінеки 4-5 күн бұрын әлеуметтік желіні шулатты. Шымкенттің шардарасында бір жігіт әкесін сабап жүріп өлтірді. Алла сақтасын. Ондай ұрпақпен мың жасамай-ақ қояйық ардақты ағайын. Міне мың жасағыр ұрпақ деген осы. Өмірден әлдеқашан өтіп кеткен ата-апаларын, бауырларын еске алып дастархан жайып, ағайынның басын көптің тілеу көл деп алақан жайып дұға жасап отыр. Ұрпақтарыңыз ұлағатты болсын. Сондай әкенің көзінің түрісінде қадірін білетін, ананың көзінің түрісінде аялай білетін ұрпақтар аман болсын. Бүгінгі бастамаларыңызға өзіңіз атын атап отырған інілеріңізге де Алла берекетін берсін, сансыз сауаптан жазсын. Еркін, шынымен де ел қызығатын ауыл ғой. Осы қызығатын күйде қаймақтарыңыз бұзылмай, береке бірліктеріңіз сүттей ірімей, сол үйған айрандай әппақ үйіп жүре беріңіздер. Рахмет аға. Ал енді қорытындылайық мәулітпен. Мен ортаға Нұржол имам шақырайын, келіңіз. Мынау бағана хабардың басында болды ғой. Бір-екі мәуліт оқып жіберіңіз. Мынау мәуліт айы жайында Қанат имам айтып берсеңіз айтпақшы. Біздің бағдарламамыздың соңында осы мәулітпен аяқтайық дегеніміз бар еді. Қадірменді ағайын, қазір бір қысқа ғана мәуліт шәріф оқылады. Қандай бір жерде пайғамбарды еске алып мәуліт оқылатын болса, ол жерде періштелер баурап алады дейді. Қадірменді ағайын, олай болса уақыттарыңызды бөліңіздер. Байқайсыздар ма, қазір қолдарыңызға барлықтарыңыз телефондарыңызды шығарып түсіріп жатырсыздар. Бұл телефонға да вирус кіреді, қадірменді ағайын. Солай емес пе? Үйде компьютеріңіз болса, флешкіңіз болса, оған да вирус кіреді. Вирус кірген болса, одан қажетті ақпаратты ала алмайсыз, және біреуге қажетті ақпаратты бере алмайсыз. Өйткені оған вирус кірді. Тура сол сияқты біздің де мына миымызға, санамызға түсетін вирус болады ағайын. Қаншама автобусқа отырсаңда, бір базарға барсаңда жаман сөздер естіп жатамыз, ауыр сөздер естіп жатамыз, жаман дүниелер жеп жатамыз. Бұның барлығы біздің санамызға түсіп жатқан вирус деп айтсақ болады. Олай болса, сол вирусқа қойылатын тамаша антивирус, қадірменді ағайын. Доктор Веб, ол қасиетті Құран және пайғамбарымызға оққан салауат, мәуліт шәріф. Олай болса, қадірменді ағайын, баршамыздың жүрегімізде қандай да бір қызғаныш, күйік оты болған болса, миымызда қандай да бір вирус болған болса, осы мәуліт шәріфпенен Аллах тағала тазалап, пайғамбарымыздың сүйікті үмметтарынан болуды Алла нәсіп етсін, қадірменді ағайын.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم Жарық қылған қараңғылық ғасырын адамзаттың ішіндегі асылым үмбетім деп біздер үшін қайғырған әз Мұхаммад пайғамбарым расулым Хақта қалам тәрбиелеп әу бастан надандықтан адамдыққа жол ашқан Рақым нұры болып келдің ғаламға, оған куә қара жерде көк аспан. Қараңғылық қабырғасын күйреткен, пайғамбарым тәңір берген сыйын еткен. Құран ғана ақиқаттың жолы деп, бір Аллаға сыйынуды үйреткен. Қиындықты көрсе дағай не түрлі, қақ жолында тәуекелге бекінді. Өз өмірі арқылы ол көрсетті, барға шүкір жоққа сабыр етуді. Жетім болып жүріп алып жетілді, бір басына сынақ келді не түрлі. Ата-ананы құрметтеуге шақырып, айтып өтті жылатпауды жетімді. Ең бірінші жақсылық қыл анаңа, ал екінші тағы жаса анаңа. Үшінші рет олда болсын анаңа, деген сөзді құйып өтті санағай. Пайғамбарлық алғаш қонған кезінен, дұға қылған жас сорғалап көзінен, бар адамды төмен қоймай өзінен, үлгі болған мінезімен сөзімен. Әз Мұхаммад пайғамбарым ақырғай, адамзатқа көрсетпеген жат үлгі. Мынау далам, мынау ғалам иесі, бір Аллаға құл болуға шақырды. Үлгі тұтар өнегесі көп еді, сүргінгенді қолтығынан демеді. Ақиретте осы амалың күшті деп, тіршілікте кісі қысын жемеді. Бүгін жаса ертең болар кеш нағыз, ақиретте өтелмейді-ау еш барыз. Алла алдында абыройың биіктер, тірлігіңде түгел болса бес парыз. Қасқағымда өте шығар пәнидей, кемшіліксіз өтпек емес әрине. Ойланайық жағдайымыз не болмақ, қабір деген тас қараңғы тар үйде.
Ешкім озып кет алмайдай тағдырдан, есеп күні бәрі шығар алдыңнан. Үмбеттері тура жолдан таймаңдар, әз Мұхаммад пайғамбарым қалдырған. Аттириллахумма қабарахул кәрим, بعرف شذيم من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم. Аллаху акбар, Алла разы болсын. Аллаға мақтау мадақтаулар айтылып, пайғамбарымызға салауат айтылған дастарханда береке болады дейді. Алла ұлықтаған жерде періштелер келіп сыймай тұрады дейді. Айтылған жақсылықтың бәрі сағанда болсын дейді. Біздің атамыз қазақтың періште әумин дейтіндесі дегені осы болса керек. Аталарымыздан бата алайық. Ендеше ал Жанат ағамыздың بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله كما لم يشاء لم يكن الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا барлық мақтау бүкіл әлемнің раббысы рахманға рахимге қиямет күнінің патшасына сәна пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа Ахмет Мұштаба саллаллаху алейхи уассаламға салауаттар болсын. Бүгінгі міне Еркін ауылында осындай үлкен мейрамханада беріп отырған ас нәзірін Алла тағалам қабыл етсін. Еркін ауылындағы бүткіл марқұм болған кісілерге хатым аударған имамдарға Алла сауаптардан жазсын. Осы бүгінгі оқылып жатқан артынан Мәуліт Шариф қабыл болсын. Бүгінгі дұға тілектерімізді Алла тағалам қабыл етсін. Осы ауылға ат салысып отырған бүткіл ағаларымыздың, бауырларымыздың Алла тағала ниеттерін қабыл етсін. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. Рахмет ардақты ағайын. Жаманшылық жетпесін, көңілдеріңіз көктесін. Еркін деген ауылдан береке бірлік кетпесін. Аман болайық.